Құрметті оқырмандар, бүгін сіздерді қазақтың аса ірі ақындарының бірі, қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, халқымыздың дарынды ақыны, көркем аударма өнерінің де үздік шебері Қасым Аманжоловтың өмірі және шығармашылығымен таныстырамыз. Қасым Аманжолов 1911 жылы 10 қазанда қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай қыстауында дүниеге келген. Әке-шешеден жастай жетім қалып, біраз жыл ағасының қолында өседі. Ес білген соң туған ауылында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады. 1924 жылы Семей қаласындағы интернатта білімін жалғастырады. Қасым онда 1927 жылға дейін тәрбиеленіп, одан әрі 3 жыл Семей мал дәрігерлік техникумында оқиды. Алғашқы өлеңдерінде осы кезден жаза бастаған. 1930 жылы Алматыға келіп, біраз уақыт Лениншіл жас газетінде істейді. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түсіп оқиды. Бірақ денсаулығына байланысты және түскен оқуында онша ұната қоймағандықтан бірер жылдан кейін елге оралып, Орал қаласында Екпінді құрылыс газетіне қызметке орналасады. Жас ақынның көптеген өлеңдері осы газетте жарық көреді. Осында жүріп 1933 жылы отан алдындағы борышын өтеп, әскерге барып қайтады. Қасымның арында ақын ретінде қалыптасуына Орал қаласының тигізген әсері ұшан теңіз. Осы өңірде жүріп, ол ең алғашқы алаулаған махаббат туралы, жалынды жастық жайындағы жырларын дүниеге келді. 1935 жылы Оралдың театр труппасын ұйымдастырып, оның жұмысын іскерлігінің шығармашылық әлеуетінің арқасында дөңгелетіп әкетті. Бұл труппа тез өсіп, аз уақыт ішінде театр болып құрылды. Әншілік, әртістік өнерге бейім, домбыра, мандолина бастаған бірсыпыра музыкалық аспаптарда еркін ойнайтын ақ көңіл, жайсан жанды Ерке Қасымның Оралда болған, әсіресе 1935-1936 жылдары Оралдағы қазақ театрындағы қызмет еткен кезі өміріндегі ең бір қызықты, қымбат шағы болып қалады. Оның бойындағы туа бітті зор таланты да осында белгі беріп, ақындық жолына бір жолата бет бұрады. Махамбет Абай поэзиясының көркемдік табиғатына терең бойлау, дүниежүзілік поэзияның үздік асыл үлгілерінен үлкен алымдылық шалымдылықпен үйрену оның буырқанған күшті талантын тез қанаттандырды. Қазақ поэзиясына 10 буынды өлең түрін енгізді. Бұл оның үлкен поэзияның сырына терең бойлап, ақындық өнерінің қыр-сырын тануына көмектесті. 1939-1940 жылдары ақынның өсу жолындағы елеулі кезең болды. Нар тәуекел, Бурабай толқындары, Дауыл, Көкшетау, Орамал, Сұлтан Махмұт туралы баллада, Өз елім, Ғашық едім қайтейін сияқты тамаша туындылары осы жылдары дүниеге келді. Бұл кезеңдегі ақын өлеңдерінде түр, дыбыстық үндестік, ырғақ жағынан да жаңалықтар көрініс берді. Сондай-ақ Қасым лирикалық өлеңдермен қатар сүйікті туындылар жазуда да қолға алды. Құпия қыз, Бикеш секілді қазақ поэмаларын жазды. Ал 1936-1941 жылдары Қасым Аманжолов Алатау баурайындағы ару қала Алматыға барып, сол кездегі бас басылымдар болып саналған Социалистік Қазақстан, Лениншіл жас газеттерінде жазушылар одағында қызмет атқарады. Осында жүріп, яғни 1938 жылы тұңғыш өлеңдер жинағын Өмір сыры деген атпен жарыққа шығарды. Жинаққа енген өлеңдерден болашақтағы кемелденген ақын поэзиясының отты, лепті, сыршыл мінезі танылатын жекелеген жол, шумақтар табылғанымен, тұтастай алғанда жинақ ақынның әлі де үйрену, еліктеу үстінде екенін көрсететін еді. Әсіресе көзге ауыз әдебиетінің 7-8 буынды терме, толғау үлгілеріне бой ұруы жиі шалынатын. Өлеңіне арқау етіп алған өмір құбылыстарын сырттай таңырқап тамашалауға, көрген білгенін тәптіштеп, тізбелеп суреттеуге әуестік байқалатын. Ақын 1941 жылы армия қатарына шақырылады. Сол қарсаңда мазасыз музыка, қоштасу, Байсекештің 5 ұлы секілді әсерлі, сыршыл сезімге толы лепті өлеңдерін жазады. 1941-1943 жылдары қиыр шығыста болған Қасым 1943 жылы батыстағы майданға ауыстырылады. Содан соғыс аяқталғанға дейін қанды қырғын қып-қызыл өрттің ішінде болады.
намыскер, өр қайсар Қасым жауынгерлік міндетін жан аямай атқарады, абыройлы болады. Қиыр шығыс пен батыстағы майдан аралығындағы ұзақ сапар атамекен Қазақстанның қақ жарып өтетін жол, әсершіл ұшқыр қиялды ақын жанын қатты тебірентеді. Соның нәтижесінде Орал, Сарыарқа, Байкал өтіп бара жатырмын тәрізді тек Қасымның ғана емес, сол кездегі бүкіл қазақ поэзиясының жетістігі болып саналатын өлеңдері дүниеге келеді. Ақын рухының бұл қуатты серпілісі майдан жырларына ұласып, мазмұн тақырып, түр, көркемдік бейнелеу құралдары, ой мен сезім тереңдігі жағынан жаңа сапа тауып, биік белеске көтеріледі. Елге хат, ұлы күтіс, үстімде сұр шинелім, подполковник Альпинге, Қапанға, Сәбитке, Ғалиға жауап, қызғалдақ, сен фашистсің, мен қазақпын, Дариға сол қыз сияқты хрестоматиялық өлеңдерімен әйгілі ақын өлімі туралы аңыз поэмасы соның айғағы. Ақын өлімі туралы аңыз поэмасы Қасым Аманжоловтың ғана емес, бүкіл қазақ поэзиясының поэма жанрындағы үздік жетістігі болып табылатын бұл туындыға жас ақын Абдолла Жұмағалиевтің майданда көрсеткен ерлігі арқау болған. Ақындық дарыны үлкен үміт күттірген Абдолла намысқой, отаншыл қайсар жігіт екен. Майданда соғысып жүріп, оның бөлімшесі немістердің қоршауына түседі. Бір үйдің шатырына паналап ұрыс жүргізеді. Жолдастары түгел оққа ұшады. Абдолла жалғыз өзі автоматтан оқ жаудырып, немістің рота әскерін үйге жолатпайды. Көптеген солдатты қырғынға ұшыратады. Жау Абдоллаға беріл, кінәңді кешіреміз деп хабарлайды. Абдолла берілмей, соғыса береді. Ақыры немістер үйді өртейді. Әдетте отқа адам төзе алмай қашады екен. Бірақ Абдолла тапжылмай үймен бірге өртеніп кеткенше қарсылық көрсетумен болады. Қасым Аманжоловтың ақын өлімі туралы аңыз поэмасы Ғабит Мүсірепов қазақ поэзиясындағы жаңа бетбұрыс деп бағалады. Көркемдік сапасы жоғары лирик, өлеңдермен қатар Боран, Біздің дастан, Бикеш, Жамбыл тойында, Құпия қыз тәрізді үлкен поэмалар жазды. Қасым Аманжолов ақындығымен қатар үлкен сазгер де болған. Оның әнін де өзі шығарған, Дариға сол қыз туған жер, тағы басқа шығармалары халықтың сүйікті әндеріне айналды. Майданнан оралғаннан кейін алғашқы жылдары Қасым журнал редакцияларында істейді. Ара-тұра поэзия, ақындық өнер тақырыбына сын мақалалар жариялады. Өлеңдерін де өндіре жазды. Мысалы 1946 жылы 26 өлең жазыпты. Солардың ішінен әсіресе достар, туған жер, құрбыма, сауыншы жеңгейдің жыры, домбыра, май келді, күйім тасып барады, күйім тасып, тағы да басқа көркемдігі жоғары өлеңдерін ерекше атауға болады. Ақын 1947 жылдан бастап сырқатқа шалдығады. Соның өзінде сол жылдары 10 шақты өлең жазып, Біздің дастан поэмасын бастайды. Дауыл атты жинағы жарық көреді. Ол туралы үлкен ақын, әрі поэзия білгірі Әбділда Тәжібаев социалистік Қазақстан газеттерінде Дауылды жылдар деген мақала жазып, аса жоғары бағалайды. Балбөбек, Нұрлы дүние жинақтарын шығарады. 1952 жылы таңдамалы шығармалары жарық көреді. Ұзақ жазып, ақыры 1954 жылы бітірген, бүгінде жұрттың көбі жатқа білетін әйгілі өзім туралы толғауын аяқтайды. Өзім туралы деген өлеңі ақынның іштей ойлану, толғануы, жан сыры әрі кейінге қалдырылған аманат сөзі іспетті. Қазір көпшілік жұрт жаттап алған осы өлеңде мынандай жан тербетер шумақтар бар. Ризамын туғаныма адам болып, өкімбен қаламын деп бір күн солып, адамзат сапарының мейманымыз бір мезет жер бетіне кетер соғып. Бір күні от өмірім қалса өшіп, қайран ел туған жерден кетпес көшіп, торқадай жамылып ап топырағын, жатармын өз жерімде бір төмпешік. Өкінбен, мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсата алмай келемін деп, күніне 100 ойланып мың толғанам, өзіммен бір өлмесін өлеңім деп. Барында, бақытында өлең деп білген Қасым бар өмірін әдебиетке арнады. Оның қиындығын да жасырмады. Нар тәуекелдеп қиынға құлаш ұрды. Өмірді шексіз сүйген ақын ауру шағында да рухани күйзеліске берілмей, нұрлы дүние, думанды елім, жарылқайсың жас айбынмен, бір сен үшін туған едім, бір сен үшін жасаймын мен деп жазды.
Қандай өр рух, қандай сәулетті сезім. Қасымның өлеңдері «Гроза» деген атпен 1946 жылы, «Стихи» деген атпен 1949 жылы орыс тілінде жеке кітап болып басылып шықты. Содан кейін Қасым Аманжолов небары 10 жыл өмір сүрді. Қасым Аманжолов ұзаққа созылған науқастан 1955 жылғы қаңтардың 17-сінде қайтыс болды. Қасым шығармашылығы қазақ поэзиясының асыл үлгілерінің бірі. Халықтың қарапайым ортасынан шыққан жалынды ақын өз тағдырын туған елі тарихымен тұтастықта сезініп, өз өлеңдерінде халық жанына тән ерлік, батырлық, жомарттық сезімді терең көрсетті. Сіздердің назарларыңызға әнші Әлімжан Макеновтың орындауында Қасым Аманжоловтың «Туған жер» әнін ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Шықшы тауға қарашы кең далаға, мәз боласың ұқсайсың жас балаға. Ол шетінен бұл шетіне жүгірсең, шаршайсың ба байтақ еткен бұл жер едің, ендей күйге жүрегімді бөледің. Сен де тудың, сен де өстің, сен де өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде. Өзіңдей байтақ едім, кең едім, қызығыңды көре бергім келемін. Сен аямай бердің маған барыңды, енді аямай барым саған туған жер. Қадіріңді келсем білмей кешегім.
болдым